Түркияның оңтүстік шығысы мен Сирияның солтүстік батысында 2023 жылдың 6 қазанында қуаты 7,8 балл жойқын жер сілкінісі болды. Бұл Түркияда болған 1939 жылдан кейінгі ең күшті жер сілкінісі. Сіздермен бірге бәрі бар арнасы. Бұл видеомызда жойқын жер сілкінісі туралы айтатын боламыз. Бізбен бірге болыңыздар. Ендеше кеттік. Ғалымдар, бұл жер сілкінісі әлемде бұрын-соңды тіркелген ең ірі жер сілкіністерінің ондығына кірді деп мәлімдеп отыр. Оның эпицентрі Кахраман-Мараш, Газиантеп, Адана, Хатай, Килис, Малатия және Элязыг және тағы басқа провинцияларында болып, көптеген адам шығыны тіркелді. Жер сілкінісінің салдарынан қаза тапқан адамдардың саны соңғы мәліметтерге сәйкес 45 мың адамнан асқан. Жер дүмпуінің күштілігі соншалық, үйлер мен ғимараттар көз алдында қирады. Ондаған мың адам үйсіз қалды. Жер дүмпулері Ливияда, Иракта және Арменияда да сезілген. Жердің дүмпуі әлі де тоқтар емес. Мұндай үлкен жер сілкіністерінің ұзақтығы бірнеше секундтан бірнеше айға, кейде жылға дейін созылатыны белгілі. Содан бері сейсмологтар жер сілкінісінің кемінде 6000 рет қайталанғанын тіркеген. Бұл күшті жер сілкіністерінің тағы да қайталануы мүмкін екенін жоққа шығармайды. Дегенмен, адам өлімін барынша азайтып, экономикалық шығынға ұшырамас үшін оны алдын ала болжау мүмкін бе еді деген сауал көпшіліктің көкейінде бар. Бұл қауіп әлі де сейілмейді. Өйткені қысқа мерзім ішінде жер сілкінісін болжау оңай емес көрінеді. Дегенмен ғалымдардың бұл бағыттағы ізденісі нәтиже бере бастағандай. Мысалы, нидерландық сейсмолог Фрэнк Хугербитц 6 ақпан күні болған Түркиядағы жер сілкінісін оқиғаға дейін 3 күн бұрын болжаған екен. Ол мұны Твиттердегі парақшасында жариялапты. Онда ерте ме кеш пе Түркияның оңтүстігінде, Иорданияда, Сирияда және Ливанда 7,5 балдық жер сілкінісі болатынын жазған. Күштілігі 6 магнитудадан жоғары сейсмикалық дүмпу 4-6 ақпан арасында болуы ықтимал деген. Зерттеуші болатын күні мен жер сілкінісінің қуатын дөп басып айтқан. Оның айтуы бойынша тектоникалық қысым жиналады. Содан кейін Түркияда болған сияқты күшті дүмпу пайда болады. Мамандардың бағалауы бойынша ендігі жаңа жер сілкінісінің магнитудасы 8,5 балды құрауы мүмкін. Бұл өте қауіпті көрсеткіш. Ғалымның айтуынша, планетадағы күшті сейсмикалық белсенділік шамамен 20 ақпаннан 22 ақпанға дейін тіркеліп, 22 ақпанда шыңына жеткен деген. Бірақ Хугербиттердің өзі айтқандай, бұл мерзім 2-3 күнге сәл ұзағырақ та болуы мүмкін деген. Яғни бұл тағы да үлкен бір жер сілкінісінің болуы мүмкін екенін білдіреді. Бірақ оның қай жерде болатынын дөп басып айту мүмкін емес. Қандай дамыған ел болса да, мұндай табиғи апаттардан ешкім қорғалмаған. Ал Қазақстан оған қаншалықты дайын? Елімізде осы бағыттағы сақтық шарасы қалай атқарылуда? Төтенше жағдай туындаған кезде адамдар қалай әрекет етуі керек? Және жауапты сала мамандары өз міндеттерін қаншалықты тыңғылықты атқаруға дайын деген сан сұраққа жауап бар ма? Алматы қаласы жер бетіндегі сейсмологиялық қауіпті аймақтардың бетінде орналасқан. Алматыда жер сілкінісі өте жиі болып тұрады. Жылына 1000-ға жуық жер сілкінісі тіркеледі. Дүмпудің күші аз болғандықтан, оны тұрғындар көбінесе байқамайды. Дегенмен де Алматыға жақын маңда, Қытай шекарасында жаңа жылдың қарсаңында 6 балдық және қаңтар айында Алматыдан 25 километр жерде 4 балдық жер сілкінісі тіркелген. Сондықтан да біз ғылыми дәлелденген жер сілкінісінің болу қаупін ұмытпауымыз керек. Алматының тарихында жойқын зілзала 3 рет болған. Бірінші рет бұрынғы Верный, қазіргі Алматы қаласының аумағында 1887 жылы тіркелген. Апат салдарынан үйлер, әлеуметтік нысандар қирап, 300-ден аса адам қаза болған еді. 800 адам зардап шеккен. 2 жылдан кейін 1889 жылы екінші жер сілкінісі тіркелген. Оның дүмпуі 8 балға дейін жеткен. Соңғы жер сілкінісі 1911 жылы болған.
оны Азиядағы ең күшті жер сілкінісі деген. Оның дүмпуі эпицентрден 1000 километрге дейін сезілген. Дүмпудің күші 8 балға дейін болып, 700 ғимарат жермен жексен болған. 50 адам қайтыс болып, 100-ден астамы жарақат алған. Ғалымдардың айтуынша, жер сілкінісі көптеген табиғи құбылыстар секілді қайталанып отырады. Түрлі сейсмикалық жағдайларға баға беру үшін сейсмология институты әртүрлі мерзім бойынша болжам жасап отырады. Әрине, 100% нақты деп айту қиын. Десек те, 9 және одан да жоғары балды күшті жер сілкіністерінің қайталану жиілігі көбіне 80 мен 200 жылға дейін аралықты қамтиды. Егер Алматы қаласында ең күшті тіркелгенін ескерсек, қазір өңір сейсмикалық қауіпте тұр. Яғни, қорқынышты жағдай кез келген сәтте болуы мүмкін. Апат айтып келмейді, сақтықта қорлық жоқ. Осымен видеомыздың аяғына келдік. Біздің арнамызға жазылып, лүпіліңізді басып, пікіріңізді жазып қалдырыңыздар. Маңызды деген тақырыптарды бірге талқылап, әртүрлі қызықты видеоларды сіздерге ұсынатын боламыз. Келесі кездескенше, YouTube-тың қызығын бөліскенше достар.